Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай қыстың күні өте жақсы желінетін сицилия салатының жасалу жолымен бөліскім келеді. Құрамы өте қарапайым. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыз. Ең әуелі көкөністерімізді жақсылап жуып шайып алған соң, осылай бірнеше бөлшектерге бөліп, мясорубкадан өткізуге дайындап аламыз. Мендегі мясорубка қол мясорубкасы, электронды мясорубкам бұзылып қалды. Негізінде электронды мясорубка қолдансаңыздар, көп уақыттан ұтатын боласыздар. Мен негізі ашыны көбірек қостым, себебі біздің үйдегілер ашыны өте қатты жақсы көреді. Егер де сіздер ашыны қаламасаңыздар, 3 дана не 2 дана қоссаңыздар жеткілікті. Барлық көкөністерімізді үлкенірек ыдысқа мясорубкадан өткізіп алған соң, үстінен шамамен 1 килограммдай түркадан өткізілген сәбізімізді қосып, жақсылап араластырып, жоғарғы отта қайнағанша ұстайтын боламыз. Салатымыз жоғарғы отта бір құрап бір қайнаған соң, үстінен шамамен 1 бокалдай сұйық май құйып, араластырып, тағы да шамамен 20 минуттай қайнататын боламыз. Шамамен 15 не 20 минут қайнаған соң дәмдеуіштерімізді қосатын боламыз. Мен 2 ас қасық қара бұрыш, 10 данадай лавр жапырақтары менен 1 универсальный және 3,5 қасықтай тұз салдым. Дәмдеуіштеріміздің барлығын қосып болған соң, бір араластырып жіберіп, тұзын көріп, үстінен укроп немесе кинза салып жіберсеңіздер болады. Мен тек қана укроп қосып, шамамен тағы жарты сағаттай қайнаттым. Ал достар, осымен салатымыз дайын болды. Енді алдын ала тазартылған банкілерге құйып, жақсылап аузын бұрап, жауып тастасаңыздар болғаны. Видео ұнаса лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыз.